Кім менен дұға қылса, оның дұғасын қабыл етемін. Кім менен сұраса, сұрағанын беремін. Кім менен кешірім өтінсе, кешіремін, деп уәде берген өзіңсің ғой. Я Раббым, бар менің дұғам, көп менің дұғам. Сен маған киім, билеуші еткен, арамызға сүйіспеншілік пен мейірім, жанашырлық орнатқан, мені гүлім, аманатым деп алақанына салған, жәннатым болар деп үміт еткен жалғызым, жан жарым үшін дұға жасағым келеді. Бізді тура жолға түсіргеннен кейін жүректерімізді ауытқытпа, және өзіңнен бір мейірім сыйла. Ақиқатында сен сый берушісің, жарымды өзіңе серік қосу күнәсінен аман ет. Амалдарының зая кетуінен сақта, жүрегін өзіңнің дініңде бекем ет, өз тағатыңа бағытта. Оның өмірінің қорғаны болған дінін, тіршілік еткен мына дүниесін, және қайтар орны болған ақыретін дұрыстап жақсарта көр. Дүние тіршілігін, әрбір қайырлы істерін көбейтетін орын ет. Өлімді әрбір жамандықтан құтылатын демалыс ет. Оны қабірдің азабынан, тозақтың отынан, өмір мен өлім бүлігінен сақта. Жан жарыма ұлы сыйың фирдаус жәннатын нәсіп ет. Ақыретте шыншылдармен, ізгілермен, шақиттармен бірге болуды тарту ет. Оны және балаларымызды тақуалардың алды ете көр. Адал ризық несібе бер, сені разы ететін қайырлы қызмет бер. Ақыреттегі таразысын ауыр ет, сенің қаһарыңды оятатын істерден аулақ ете көр. Оған таусылмайтын нығмет, үзілмейтін қуаныш, өз дидарыңды көру ләззатын, зиянды қайғыларсыз, адастыратын бүліктерсіз өзіңе жолығуға құштарлықты сұраймын. Саған деген ұмтылысын көркем ете көр. Өзіңді еске алуға, өзіңе шүкіршілік етуге, әрі өзіңе көркем түрде құлшылық етуге жәрдем бер. Өзіңнің құзырыңда қабыл болатын ғибадаттар жасауды көмекші болғайсың. Оны өзіңе дос тұта көр. Күндіз де, түнде де оны өз қамқорлығына ала көр. Оның сеннен басқа арқа сүйер қорғаны жоқ. Алды артынан, оң жақ, сол жағынан, төбесінен өзің сақта. Нәпсісінің кесірінен, шайтанның жамандығынан, тұзақтардан сақта. Оны әлсіздіктен, жалқаулықтан, қорқақтықтан, сараңдықтан, қаусаған кәріліктен, қатыгездіктен, қаперсіздіктен, мұқтаждықтан, қарызға батудан, қорлықтан, кедейліктен, күпірліктен сақтағайсың.